Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен дәмді бауырсақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен жарты табақ сүт, жарты пиала тұз және де бір қасық май, бір чай қасық майонез керек болады. Жақсылап араластырамыз. Екінші бір стақанға осындай ыстық су құйып, үстінен бір қасық қант саламыз чай қасықта және жарты чай қасық ашытқымызды салып, бетін тарелкамен жауып 15-20 минутқа тоңдырып қоямыз. 15-20 минуттан кейін ашып қарасаңыздар, ол осылай көтерілетін болады. Жаңағы табадағы дайындаған қоспамыздың үстіне ұнымызды салып, ыдыста көтерілген ашытқыны саламыз. Және де оны жақсылап араластырып, қамырды илейміз. Соңында жұмсақ етіп әрине илеу қажет. Сосын орап қоямыз. 1,5-2 сағаттың ішінде осылай көтеріледі. Жұмсақ болу керек. Әрине бауырсақтікі білетін боларсыздар. Сосын ұнымызды сеуіп жеріп, қамырымызды алып, ол әрине жұмсақ болады. Бөлек-бөлек қылып кесіп аламыз да. Сосын олардан зуала жасаймыз, яғни илейміз. Және де зуалаларымызды жасап, бөлшектерге бөліп, біраз уақытқа қойып қоямыз. Әрине біраз уақыт дегенде 10 минут, 15 минут әрине жетеді. Сосын оқтауымызды алып, оны жая бастаймыз. Жаңағы қамыр жұмсақ болған соң әрине қолға жабысып кетуі мүмкін. Кішкене осы ұн сепсеңіздер болады. Сосын ол әрине бауырсақтың қамырын жайған кезде қалыңдау болу керек. Жұқа болып қалса қатып қалады. Сосын осылай бұйра етіп, бұйра кескішпен кесіп бөлетін боламыз. Бәрін 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Сосын отымызды жағып, қызған майымызға бауырсақтарымызды салып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Әрине бәрібір ошақта піскен бауырсақтың дәмі ерекше болады. Біз үнемі осылай бауырсақты ошаққа пісіреміз, мама екеуміз. Сосын ол бауырсақтар мінекей осылай әдемі жылтыр болып шығады. Кез келген жиындарыңызға бауырсақты осылай түрлі пішінде сәнді етіп, кесіп дайындасаңыздар болады. Кәделеріңізге жарасын, ас болсын.